Балалар, біз қайда келдік? Кітап бұрышына. Жарайсыңдар, біз кітап бұрышына келдік. Қараңыздаршы балалар, айналамызда ертегі кітаптар өте көп. Балалар, қалай ойлайсыздар? Бұл қандай ертегі кітабы? Үш аю. Ал мынау ше? Үйшік ертегісінің кітабы. Ал мына үстелдің үстінде тұрған қандай ертегі деп білесіз? Бауырсақ ертегісі. Ендеше балалар, осындай бауырсақ ертегісінде қандай кейіпкерлер ойнайды? Бауырсақ бар, ата, қоян, түлкі, қасқыр, аю. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сіздер ертегі тыңдағыларыңыз келе ме? Ендеше балалар, біз қазір Алижанның әжесінің ертегісін тыңдайтын боламыз. Ендеше балалар, кеттік. Ал балалар, біз әжеміздің ертегісін тыңдауға келдік. Ал балалар, мен сендерге қасқыр мен жетілақ деген ертегіні оқып берейін. Ертеде бір ешкі өмір сүріпті. Оның жетілағы болыпты. Барлық аналар сияқты ол да балаларын өте жақсы көреді екен. Оның лақтары даланың ең дәмді деген жусаны мен шөптерін жегенді ұнатыпты. Бірде маңайдағы шөптердің бәрі таусылып қалыпты. Енді ешкіге тамақты алыстан тасуға тура келеді. Ол лақтарын жинап алып, айналайын лақтарым, мен бүгін тамақтарыңды алыстан әкелемін. Сендер мен жоқта қасқырдан сақтанып отырыңдар. Байқамасаңдар, ол сендерді қылғытып, жұта салады, жеп қояды дейді. Бұл қызыл көз пәле өзінің қасқыр екенін жасырып, басқа біреу болып келуі де мүмкін. Бірақ сендер оны гүрілдеген дауысымен қап-қара табанынан танисыңдар ғой дейді. Анашым, біз сақ боламыз деп жамырайды лақтары. Жетілақ. Неше лақ барлығы? Жетілақ. Осы кезде зұлым қасқыр терезенің сыртынан бәрін естіп тұрған еді. Ешкі үйден ұзап кеткенде, оның аулада ілініп тұрған шапанын үстіне киіп алады да, сілекейі шұбырып жүгіріп келіп, есікті қағады. Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың келді, сендерге көп базарлық әкелді дейді, әндетіп айтады. Лақтар қасқырды гүр-гүр еткен даусынан танып қояды. Есікті ашпаймыз, сен біздің анамыз емессің. Біздің анамыздың даусы нәзік, кішкентай, сүйкімді, сен қасқырсың деп шулайды лақтар. Қасқыр кіріп кетпесін деп есікті ағашпен тіреп қояды. Сосын қасқыр не істерін білмейді. Енді ол тәттіні көп жесе дауыс жіңішкереді деп, аюдың қоймасына барып, көп тәттілер жеп алады. Қанша екені белгісіз көп құмыра балды ішеді. Сосын тамағын жылы қылып орап, ешкінің үйіне тағы келеді. Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың келді, сендерге көп базарлық әкелді дейді, дауысын жіңішкертіп. Оның осы жолы дауысы жіңішке болып шығады. Сосын лақтар кім келгенін түсіне қоймайды да, өздерінің аналары деп терезеден қараса, үстіне де аналарының киім киіп алған. Олар қуанғаннан есікті ашып жібереді. Түсіндіңдер ме? Сосын үйге қасқыр кіріп келеді. Естері шыққан лақтар тым-тырақай қашады. Біреуі пештің ішіне кіріп кетеді, екіншісі есіктің артына, үшіншісі төсектің астына, төртіншісі көрпеге оранады, бесіншісі перденің артына, алтыншысы сандыққа, жетіншісі сандықтың астына тығылады. Бірақ қасқыр аяуды білмейді, оларды тауып алып қылғыта бастайды. Жетінші лақ, үйдегі ең кішкентай лақ, қасқыр оны пештің түбінен ары қарап, бері қарап таба алмайды да, оны ала алмай қалады. Сосын тырқиып тұрған қасқыр қолын бір сілтеп кетіп қалады. Сосын тойып алған қасқыр далаға шығып шөптің үстіне келіп, ұйықтап қалады. Осы кезде ешкі үйіне келеді де, үйін көріп шошып кетеді. Үйін қасқыр бәрін шашып тастаған. Төсектерінің бәрі, ыдыс-аяқтарының бәрі шашылып атады, сүттері төгіліп атады. Сосын ешкі жылап жібереді. Жан-жақтан лақтарын іздейді, аттарын шақырады. Ешкім жауап бермейді. Тек пештің ішінде кішкентай лағы сөйлей алмай тығылып отырады. Кенже лақ анасына қасқырдың оларды алдап үйге қалай кіргенін айтып береді.
балаларынан айырып қалған ешкі қатты жылайды. Сосын ол жылап далаға шығады. Қараса, анадай жерде қасқыр ұйықтап жатады. Ол қорылдап жатады да, оның қорылдағанынан ағаштың бұтақтары бәрі дір-дір етіп жатады. Ешкі ақырын басып ұйықтап жатқан қасқырға жақындайды. Сөйтсе, қасқырдың қампиған қарны ішіне жыбыр-жыбыр етіп жатады. Менің балаларымды жеген қасқыр осы болмасын, жыбырлап жатқан менің лақтарым емес пе екен деп ойлайды ешкі. Сосын лағын үйіне барып, ине жіп әкелуге жұмсайды. Өзі үшкір мүйізімен қасқырдың қарнын мүйізімен түйрейді. Сөйтсе, ішінен лақтары қылтиып шығады қасқырдың ішінен. Бәрі жерге атып шығады қасқырдың ішінен, лақтардың бәрі. Сосын лақтардың қуанышында шек болмайды. Олар мамаларын көріп, секіріп, билеп, мәз болады. Ал лақтарым уақыт аз, қасқыр оянбай тұрғанда тездетіп, үлкен тас тасыңдар дейді. Тастар болады ғой, үлкен ауыр-ауыр. Лақтар тез-тез үлкен тастарды қасқырдың ішіне салады. Ал аналары оның ішін жіппен мықтап тігіп тастайды. Қасқыр енді қалай қозғалса да іші жарылмайды. Бір кезде қасқыр оянады, қатты шөлдеп жатырады. Су ішпекші болып көлге қарай аяңдайды. Сонда іші ап-ауыр болады. Ішінде оның тастар бар. Сосын ішіндегі тастар әрі-бері аударылып, сатыр көтір етіп, сосын қасқыр ойлайды, ішіме менің не болған? Тас толып кеткен бе дейді. Менің жегенім 6 лақ еді ғой, олардың бәрі тасқа айналып кеткен бе деп қасқыр арқырайды. Суға жақындай бергенде қасқырдың аяғы тайып кетеді де, қарнын көтере алмай, қасқыр суға көміп береді, суға түсіп кетеді. Ауыр тастар қасқырды судың түбіне тартып әкетеді. Сөйтіп, ешкі болса 7 лағын жетектеп, қуанып үйіне қайтыпты. Ал балалар, біз қандай ертегі тыңдадық? Қасқыр мен 7 лақ ертегісін. Білдіңдер ма? Қасқыр киімін киіп алды. Балалар, ертегі сіздерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, әжемізге рахмет айтайық. Сендерге де рахмет. Бізде тағы да көп ертегілер бар. Мынаның бәрін сендерге келесіде айтып беремін.